Мен сіздерге қазір 100% жұмыс жасайтын стратегияны көрсем. Оның үшін біз бір күндік таймфреймге өтіп, бір күндік таймфреймнің астыңғы минимум нүктесін және де максимум нүктесін белгілеп алуымыз керек. Одан кейін барып біз келесі күннің свечасын қараймыз. Келесі күннің свечасы, яғни біздің минимумнан немесе максимумнан астына жабыламай, жай ғана ликвидный шешкен болса, біз кіші таймфреймге кіріп, осы жерден имбаланстың инверсиясын күтеміз. Яғни ол момент бізде мына кезде болып отыр. Яғни біздің имбалансымыз мынау болды, бұл имбалансымызды біз полный жауып тастады. Значит, скорее всего, баға уже максимумға бара жатыр деген сөз. Біз сделкаға осы моменттен лонгқа кіретін болсақ, стоп-лоссымызды минимумға, ал тейк профитімізді осы бір күндік таймфреймнің максимумына дейін қойсақ болады. Және де бір күндік таймфреймге өтіп, нәтижесін қарасақ болады. Бізде келесі таймфрейм уже максимумға апарып тастады. Одан кейін бізде баға жоғары қарай кетті. Ал толық ақпарат алу үшін төмендегі видеоға өтіңіз.